Ассаляму алейкум, баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен творожный печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Жасап көріңіздер, толық рецептіні описаниеда қалдырдым. Алдымен творогымызға қантымызды қосып қоямыз. Творогымыз қатты түйіршік болмау керек, жұмсақ болғаны дұрыс. Және де сары майымыздың үстіне електен өткізіп ұнды және разрыхителді қосатын боламыз. Жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Және жаңағы творогымызды қосып, оның үстіне жұмыртқаны қосамыз. Дайын болған қамырымызды осылайна қолмен домалақтап противенге саламыз. Дайын болған печеньемізді алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ, дәмді печеньеміз дайын. Жасап көріңіздер.